Сәлем достар, бүгін сіздерге сочный болып шығатын рыбный котлеттің рецептісімен бөліскім келеді. Осылай толтырып жасап, холодильникке салып қоятын боламыз. Кез келген уақытта алып жей бересіздер. Міне бір балық осындай, бір табақ балықты осылай дайындап аламыз. Одан кейін көкөністерімізді, бір табақ көкөністер және бір табақ балық болса болды. Неше грамм балық, неше грамм көкөніс керегі осылай алсаңыздар болады. Мысалға, бір тарелка балық алсаңыз, бір тарелка көкөністер салатын боласыздар. Мен ішіне котлетке картошка, пияз, морковь, чеснок салдым. Осылай мен балықтарды бірінші тартып алғаннан кейін барып, ішін тазалап, тікендерін алып тастағаннан кейін керден тартатын боламын фаршты. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, маған лайк қоюды ұмытпаңыздар. Міне тартылған фаршты керден алып тартып жатырмын мясорубкадан. Міне осылай әдемі болып шықты. Одан кейін көкөністерімізді тартып аламыз. Маған лайк қоюды ұмытпаңыздар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Мені қолдап қойыңыздар. Одан кейін міне суға салынған нанымызды осылай ертіп салып жібереміз, езіп жұмыртқамызды 2 жұмыртқа, одан кейін тұзымызды, бұрышымызды салып, қаттырақ ұрғылап котлетімізді араластыратын боламыз қолмен, бір-біріне жабысатындай етіп. Одан кейін осылай дайындап аламыз, домалақтап. Далада мен қазанға қуырып алдым. Осылай күшті қып-қызыл болып қуырылып піседі. Сочный болып шығады енді. Кез келген уақытта алып, магазинден алып жей бересіздер. Сау болыңыздар.